түсінесіз ба, эко деген не екенін оқыдыңыз ба? Табиғи жүктілікті алып келу үшін орта шамамен 104 төсек қатынасы болады екен. Бізде Қазақстанда эко арзан. А сіз баланы 1 миллионға сатып алғыңыз келеді. Ұлғайды, қызғайды, ақшасын төледім деп па? кукла сатып алатын сияқты. Елдің бәрі оңай нәрсеге айналдырып алды. Зат сияқты да адам деген. Адам зат емес. Сол экоға жеткізбей, екі қабат болу сол ең үлкен маңызды нәрсе. Сәлеметсіз бе, Салтанат ханым, сізді көргенімізге бүгін өте қуаныштымыз. Қалыңыз қалай? Денсаулығыңыз қалай? Вакцина алдыңыз ғой? Алдым. Қазіргі кезде соны сұрайтын болдық. Ауырдым да былтыр, одан кейін 2 рет вакцина алдым биыл. Отбасым бәрін вакцина алдық. Сондықтан Құдайға шүкір жүрміз. Бізде вакцина алдық. Енді бүгін сізден сұхбат алғанымызға өте қуаныштымыз. Бізге уақыт бөлгеніңізге көптеген рахмет. Рахмет. Бүгін Салтанат ханымның Экомед клиникасына келіп отырмыз. Өйткені биыл Қазақстанда алғаш рет эко арқылы сәби келгеніне 25 жыл толып отыр. 1996 жылы дүниеге тұңғыш сәби келді. 31 шілдеде. 31 шілде күні. Сол тұңғыш балаңыздың жағдайы қалай, денсаулығы қалай, жалпы байланысыңыз бар ма? Әрине бар ғой. Енді қыз бала ма, ұл бала ма? Қыз бала. Енді атын атамай-ақ қойын. Өйткені біз енді солай келіскенбіз ата-аналармен. Жалғыз қыздары, жалғыз қыздары 25-ке келді. Құдайға шүкір, биыл көрдім ол қызды. Бізге келіп кетті. Негізі ол туғаннан бастап алғашқыда журналистерге көп жаңағы интервью берген ата-анасы. Тіптен журналистік жаңағы расследование дейді ғой, тексеру солай болған. Хабардан жаңағы Казправдаға, одан кейін тағы да Караван газетасы, сол кезде 3 журналист жаңа арттарынан жүріп, тексеріп, сұрап, шынымен солай болды ма деп, өткен ол бір ерекше революциялық. Бұл кезде ол бала ғой? Иә, жаңадан туған кез ғой енді, рас па, өтірік па деген сияқты. Өткен халық түсінбейді, сенбейді дегендей. Сондықтан енді ол 26 жыл бұрын бастадық, 25 жыл бұрын сол баламыз дүниеге келді. Одан кейін 10 жасқа дейін олар жыл сайын туған күніне шақыратын, жыл сайын жаңағы отбасында бірге болатынбыз, ұлты басқа, сөйтіп тойлайтынбыз. Одан кейін 10 жаста енді 10 жылдықты өткіздік, эконың жаңа алғашқы баланың дүниеге келген 10 жылдық деп, сол топта болды, суреттердің арасында бар, бірақ былай қолмен көрсеткен жоқпыз ешкімге. Өйткені ата-анасы өздері заңгер, өздері зорға дегенде қолдары жеткен. Өйткені халықтың көбісі түсінбейді. Жаңағы экстракорпоральды рухтандырудан туған десе, ол бір сұмдық, бір жасанды бала сияқты болып, ертең психикасына, өміріне әсер етуі мүмкін. Сондықтан бізге айтты, енді біз сіздермен ешқандай жаңағы мынандай журналистермен байланысқа шықпаймыз деді. Жарайды, рахмет деп сонымен қойғанбыз. Кейін енді 17 жаста бірақ көрдік, одан кейін 20 жаста келіп, бізге келіп жаңағы тексеріліп кетті. Денсаулығы 25-ке келіп, тағы да келіп тексеріліп кетті. Ешқандай кінәрат жоқ. Болашақта ұрпақты болады, өз табиғи жолмен әлі күйеуге шыққан жоқ. Англияда оқып, Оксфордта бакалавриат бітірді, магистратураны Лондонда бітірді. Сөйтіп, жұмыс визасын берді Англия. Оған, яғни өте сауатты, өте мәдениетті, өте жаңағы білімді қыз. Сондықтан енді сол жақта жұмысқа қалды. Сол арасында өткенде жаңағы 25-ке толған кезде ата-анасына келіп ұшып келіп кетті. Бізбен бірге болды. Мен ересек кезіндегіде суреттері бар, менде бәрі бар. Бірақ мен оны енді көрсете алмайсыз. Әрине, жеке өмір ғой енді. Ал енді жігіті бар екен. Олардан бойфренд дейді ғой енді. Бірақ сол Англияның жігіті екен. Сонымен жақын арада тойға барып қалуы да мүмкін. Мүмкін, иә, сондай.